Саламатсыздар ма? Мен Убайдуллаева Меруерт, нөмір 69 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кәсіп пен еңбек болашаққа бастар жол, 8 сынып қазақ тілі. Бұл сабақта біз кәсіп пен еңбектің маңыздылығын, оның адам өміріндегі рөлін талдаймыз. Әрбір адамның өміріндегі еңбек пен кәсіптің қалай өркендететінін және жетістікке жетуге қалай ықпал ететінін бірге зерттейік. Сабақтың мақсаттары: мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәтіндегі көтерілген мәселені тұрмыстық әлеуметтік талдай отырып, оның негізгі идеясын үйренеміз. Сөздік қорды түсініп қолдану, сөздік қор мен сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп, олардың күнделікті өмірде тиімді қолдана білу дағдысын қалыптастырамыз. Бірінші тапсырма: ой түрткі, ескі соқа әңгімесі. Ертеде екі соқа ұста көлігінде тұрды. Олардың түрлері бірдей еді. Бір соқаны шаруа егін алқабына алып кетіп, үздіксіз жұмыс істетті. Жұмыс істеген соқа жарқырап, сұлуланып кетті. Қайтадан сарайда кездескенде, жұмыс істемеген соқа таттанып, ескіріп қалған екен. Ол еңбек еткен құрбысына қызғана қарап: "Сен қалай сұлуланып кеткенсің? Сырын айтшы. Мен осы өз бұрышымда тұрғанда еш қиындық көрген жоқпын. Маған жақсы еді" дейді. Сонда еңбекші соқа: "Сен жұмыссыздықтың түрің бұзылыпты, ал мені еңбек көркейті" деп жауап береді. Аңыз әңгіме бойынша талқылау сұрақтарында қандай түйін жасауға болады? Бұл аңыз әңгімеден қандай маңызды сабақ аламыз? Яғни бұл біз аңыз әңгімеден еңбек адамды көркейтетін, өсіретін, өнетін көрсеткен екен. Еңбек не үшін қажет? Еңбек адамға еңбек ету үшін маңызды деп ойлайсың ба? Әрине біз маңызды деп ойлаймыз. Осы тақырып бойынша, аңыз әңгіме бойынша өз ойларымызды талқылайық. Еңбекқор адам деген кім? Қандай қасиеттері бар адамдарды еңбекқор деп атаймыз? Еңбекқор адамды білеміз, иә? Біз нағыз еңбекқор, өз жұмысына адал, шынайы, таң атқаннан кеш батқанға дейін өз еңбегін адал, шынайы жасаған адамды еңбекқор адам деп біледі екенбіз. Еңбек арқылы жетістікке жету, еңбек ету арқылы жетістікке жету дегенді қалай түсінесіңдер? Еңбек арқылы жетістікке жету дегенді біз байлықты алсақ болады, жиған дүниемізді, әрбір нәрсе сатып алған, біздің киген киіміміз болсын, жеп аққан тамағымыз болсын, барлығы еңбек арқылы келген екен. Оның барлығы артында еңбек тұр. Қазіргі мүмкіндіктер, қазіргі таңда өз кәсібінің жетістігін көруге қандай мүмкіндіктер бар? Қазіргі таңда өз кәсібінің жетістігін көруге көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. Оны тиімді түрде пайдалана білсек болды. Осы сұрақтар бойынша өздерің ойларында талқылап ортаға саламыз. Жүрек қалауымен таңдалған мамандықтың пайдасы. Жүрек қалауымен таңдалған мамандық адамға тек табыс қана емес, сонымен қатар ішкі қанағаттану мен бақыт әкеледі екен. Мотивацияны арттырады. Сүйікті іспен айналысу адамды шабыттандырып, еңбекке деген ынтасын арттырады. Кәсіби өсу, өз саласына үздік болуға ұмтылу, жаңа білімдер мен дағдыларды меңгеруге көмектеседі. Стрессті азайтады. Жұмысты жақсы көру күнделікті стрессті азайтып, өмір сапатын жақсартады. Өмірлік мақсат, мамандық арқылы өмірлік мақсаттарды жүзеге асыруға және қоғамға пайдалы болуға мүмкіндік береді екен. Яғни бұл біз әңгімеден жүректің қалауымен таңдалған мамандықтың біздің өмір жолымызда үлкен бақыт екенін, өмір жолымыздың қалай басталғанын, жүзеге асқанын көрсетеді екен. Екінші тапсырма: мақалдарды толықтырыңдар. Еңбек туралы мақалдарды толықтырып, өз ойларыңды айтыңдар. Әр мақалдың мағынасын тереңірек талдап көрейік. Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер. Яғни бұл мақалда еңбек ерлікке жеткізетін, әрқашанда еңбек еткен адамның жүзі жарық болатынын түсінуге болады. Еңбек етпей ерге өкпелеме, егін шықпаса жерге өкпелеме. Яғни бұл мақалның да негізгі түпкі ойы бар. Осыны айта кетейік. Еңбек етсең емерсің, ерінбесең жеңерсің. Осы мақалдың да негізгі түбінде көптеген мән мағына жатыр. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай іздет. Еңбек адамның көркі, адам заманның көркі. Еңбек ата, жер ана. Еңбек ет те мақтан ет, іспен істі
шаттан ет, еңбек жастан, өнерге бастан деген екен. Мақал мәтелдерді сәйкестендіріңдер. Берілген мақалдардың дұрыс жалғасын тауып, оларды сәйкестендіріңдер. Бұл біздің тіліміздегі еңбек туралы даналықты көрсетіп, түсінігімізді нығайтады. Мына төменде берілген 5 мақал мәтелді мен жаңа алдыңғы тапсырмада мақал мәтелді айтып кеттім. Сол есте қалған мақал мәтелдерді жалғастырып кетеміз. Яғни бірінші еңбек ерлікке жеткізер, сәйкестендіреміз. Еңбек ерлік елдікке жеткізер. Яғни бірінші мақал мәтелдің жалғасы екен. Тура осылай қалған 4 мақал мәтелді жалғастырып сәйкестендіріп кетеміз. Бүгінгі сабақтағы тілдік бағдар сөздік қор мен сөздік құрам. Осыны қысқаша түсіндіріп кететін болсам, қазақ тілінің байлығын түсіну үшін сөздік қор мен сөздік құрам ұғымдарын айыра білу маңызды. Сөздік қор дегеніміз сөздің, құрамның ең тұрақты бөлігі, оның негізгі ұйытқысы, оған қалыптасқан ұғым түсініктерді білдіретін. Сол тілде сөйлейтіндердің бәріне түсінікті сөздер ғана кіреді. Көлем сөздік құрамға қарағанда шағын болады. Сөздік құрам тілдік құрамға тілде бұрыннан бар, сондай-ақ кейін пайда болған барлық сөздер енетін, яғни тілдегі бүкіл сөздер жиынтығы, ол тұрақты емес, үнемі өзгеріп, толығып отырады. Қазақ тілінің байырғы төл сөздері негізгі сөздік қорға қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан байырғы төл сөздері енеді. Бұл сөздер қазақ халқының тарихы мен мәдениетін көрсетеді. Туыстық атаулар ата, құда, нағашы, аға, әпке, хайуанаттар атаулары қасқыр, түлкі, қоян, аю, бөрі. Күйзе құрылымы шаңырақ, кереге, оқ, сықырлауық. Мал атаулары сиыр, түйе, құлын, қой, жылқы. Ағаш атаулары қарағай, емен, тобылғы, қайың. Заттың сапалық атаулары жақсы, қатты, жылы, биік, үлкен. Қорытындылай келе, еңбек бақыттың кілті. Бүгінгі сабақта біз еңбектің адам өмірінде ерекше орнын, оның адамды қалай көркейтетінін және жетістікке жетелейтінін түсіндік. Өз кәсібіңді сүйіп, еңбекке адал болу өмірдегі ең үлкен бақыттың кілті екенін түсіндік. Назарларыңызға рахмет.